Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай жаздың күні шөл қандыратын компот дайындайтын боламыз. Бірінші ыдысымызға су құйып, оны газға қойып қайнатып аламыз. Компотқа арнайы осындай кептірілген жемістерді салсаңыздар болады. Алдын ала осылай суға салып қоямын, себебі ішіндегі андай қоқымдары шығу үшін. Немесе үйде қалып қойған алмалар, басқа да үйде жеміс жидектер болса, соларды салуға болады. Менде қазір мынадан кішкене, сосын дүкенніңде кептірілген алмаларынан кішкене салатын боламын. Міне осылай барлық жеміс жидектерді салып жібереміз. Және қалауыңызша қант қосамыз. Мен қантты көз мөлшерімен саламын. Шамамен жарты стакандай саламын. Егер тәтті болып кетсе, су қоссаңыз болады, немесе тәтті болмай қалып, шекері аз болып қалған жағдайда сироп жасап қосып жіберсеңіздер болады. Қазір енді бір қайнағаны күтеміз, бір араластырып жіберіп, сосын суытып, салқындатып іше берсеңіздер болады. Міне біздің компотымыз қайнап бастады. Енді осылай 5 минуттай қайнатамыз. Мінекей бізде осындай жаздың күні шөл қандыратын сусын дайын болды. Салқындатып ішсеңіз өте керемет болады.